Assalamualaikum dostlar. Қазағым үйренсін YouTube каналына қош келдіңіз. Каналға жазылып қойыңыздар міндетті. Біздер тек пайдалы видео шығаратын боламыз. Бүгінгі видеода Қытайдан тауар заказ ету жайлы болады. Бүгін видеоны толық қарап шықсаңыз, егер полный өзіңіз заказ етуді үйреніп аласыз. Ендеше бастайық. Бізге ең бірінші Pinduoduo деген приложенияны скачать етуіміз керек. Ол үшін Play Marketке кіреміз. Play Marketке кіріп, поисқа Pinduoduo деп жазамыз. Менде міне жазылып тұр. Pinduoduo деп жазамыз. Осы жерден шығу керек сізде. Қазір Play Marketте шықпай тұр. Қуып тұрма бірдеңе. Жалпы Pinduoduo деп шығады. Сосын осындай приложение пайда болады сіздерде. Сіздер ең алдымен оған тіркелу керексіз. Тіркелу үшін мен қазір бір видео салам. Дәл сондай қылып тіркеліп аласыз. Бастаймыз. Осы Pinduoduo сайтын ашқан кезде қазір Pinduoduo сайтын ашқан кезде осындай жасыл жазу тұрады. Бұл Pinduoduo сайтының условияларымен келісесің бе деп тұр. Жасылды басамыз. Жасылды басқасын осындай не шығады, осындай сөз. Бұл жасылмен тұрған WeChat арқылы тіркелу, сосын астында көк жазып тұр. Басқа жолымен тіркелу деген. Соны басқан кезде міне қараңыздар. Менің номерім мына Pinduoduo'ға тіркеліп тұрғасын, менде осындай не шығып тұр. Сіздерде мұндай шықпайды. Сіздерде сразу нөмір теру керек болады. Егер осындай шықса, осындай болып шықса, барлық окноларды бүйтіп жауып тастаймыз. Сосын қайтадан кіреміз. Қайтадан Pinduoduo'ға кіреміз. Сол кезде міне осындай бет шығу керек. Мына жерде міне қазір көкті бассақ, көкті басқан кезде бізде уже көрдіңіз ба, +86 нөмірді тер деп тұр. Бұл міне номермен тіркелу. Номермен тіркелу. Осы жерге міне қараңыз, +86 еді ғой, сол +86 дегенді өшіреміз де +7 деп жазамыз. +77 емес, +7 деп жазамыз. Сосын ары қарай өз нөміріңізді жазасыз. Өз нөміріңізді жазып, осы қызылды басамыз. Сосын сізге SMS код келеді. Сол SMS кодты жаңағы жерге жазу керек. Менде неше? 670537. Жоқ, 7917 61. Міне, осымен біз Pinduoduo сайтына тіркелдік. Жоғары жақта көрдіңіз бе, менің нөмірім шығып тұр. Болды, осымен тіркелді. Сонымен тіркеліп болған болсақ, енді бізге карго компания керек. Бізге карго керек. Қытайдағы складтың адресі керек. Қытайдағы складтың адресі не үшін керек? Өйткені біз ертең заказ бергенде ол Қытайдағы складқа барады. Сосын Қытайдағы складтан бізге карго компания бізге әкеліп береді сол тауарды. Бізге ол үшін карго керек обязательно. Карго дегеніміз не десеңдер, менде каналда толық видео бар. Карго деген не екенін соны қарап шықсаңдар болады. Қазір оны түсіндірмей қояйын. Жалпы карго деген қысқаша айтқанда біздің заказ берген тауарымызды Алматыға, Қазақстанға жалпы әкеп беретін компания. Оны қалай іздеу керек, қайдан аламыз, оның барлығын қазір түсіндіретін боламын. Бізге складтың адресін добавить етуіміз керек, Қытайдағы складтың адресін. Ол үшін біз Pinduoduo'ға кіреміз.
сосын осы жерді басамыз. Сосын осы жерді басамыз. Осындай қызыл және ақ болып сіздерде шығып тұрады. Мына қызыл қазақстанский адрес. Бұны мен жазуды көрсетпей ақ қойын. Жалпы бұмен заказ бермей ақ қойыңыздар. Қымбат, өте қымбат келеді. AliExpress бар ғой, дәл сондай сияқты. Қымбат келеді олай. 100 грамм, сондай жаңағыдай құттай бірдеңе заказ етсеңдер болады енді. Мына жерге адресті қосу менде видео бар. Каналды қарап шықсаңдар болады. Қазақстанский адрес добавить ету. Мен бірақ қазір оны көрсетпеймін, өйткені ол қымбат, бәрібір онымен заказ бермейсіздер. Сіздер тіркелгенде сірә крупный заттар, жаңа 1 кило сондай зат заказ бересіңдер. Сол үшін сіздерге арзан келетін түрі керек. Қызыл емес, ақты басамыз. Ақты басқан кезде міне осындай не шығады, бет шығады. Имя получателя, номер склада, адрес, короче, барлығы бар осы жерде. Бұл жерге жазатын заттарды карго береді бізге. Карго компания бізге осы жерге жазатын заттарды береді. Енді каргоны қайдан табамыз? Егер карго керек болса, маған WhatsApp-қа жазыңыз. Осы комментарийде төменде WhatsApp нөмірім бар, соған жазыңыз да. Карго керек деп. Мен сізге, менде список бар. Қазақстандағы карголардың, енді нормальный деген карголардың списогі бар. Соны мен сізге жіберетін боламын. Сосын сол каргоға айтасыз, маған складтың адресі мен жеке код керек деп. Сосын олар сізге мынандай адрес жібереді. Қазір көрсетем. Олар сізге міне осындай адрес жібереді. Осы адресті копировать етіп аласыз. Копировать етесіз да. Бұл жерде ең маңызды зат Pindo'дан жауып тастаймыз. Pindo'дан жауып тастаймыз. Копировать етеміз да Pindo'дан жауып тастаймыз. Сосын қайтадан кіреміз. Сосын мына жерге басамыз. Мына жерге басамыз. Мына ақ кнопканы басамыз. Көрдіңіз ба? Автоматты түрде адресті толтырайын ба деп тұр. Егер жаңағыдай Pindo'дан жаумасаңыз, бұндай шықпайды сізде. Сол үшін Pindo'дан жауып тастаңыз. Бірінші копировать етесіз, сосын Pindo'дан жауып тастайсыз окносын. Сосын барып кіресіз. Сол кезде осылай автоматты түрде толтыру шығады. Бұл оңайда. Осы қызылды басамыз. Көрдіңіз ба, барлығы автоматты түрде толтырылды менде. Енді тек мына жерге имя получателя жазамыз. Бұл жерде көбіне каргоның өзінің аты тұрады, көбіне де. Сосын ар жағында сіздің жеке кодыңыз тұрады. Мысалы айтайын, менің өзімнің каргомның жеке каргом бар. Мен бірақ тек Ақтаумен жұмыс істеймін. Басқа қалалармен істемеймін. Мен қазір кодымды жазайын. Осылай жазылады. Әркімде, әр каргода өзінің коды болады. Бұл жерде өзінің аты болады, әйтеуір каргоның аты болсын, MG, MK, әйтеуір өздері қояды. Жалпы менікі осындай. Сосын сіздерге жеке код береді олар. Жеке кодты көбіне осының артына жақшаның ішіне жазады. Немесе мына ең соңына жақшаның ішіне жазады. Әркім әртүрлі береді негізі. Жалпы оны карго өзі айтады. Мына сіздің жеке кодыңыз, мына жерге жазыңыз деп. Жалпы адрес толтыруды түсіндік қой, дұрыс па? Копировать етеміз, Pindo'дан жағамыз, сосын адрес добавить ететін жерге кіреміз, сол кезде автомат түрде барлығы толтырылады. Так, сонымен осы қызылды басамыз. Мінекей, бізде адрес шықты. Көрдіңіз ба? Адрес шықты. Енді бұл жерден назад деп шығып кетеміз. Болды. Назад деп шығып кетеміз.
Енді тіркелдік. Қытайдағы складтың адресін добавить еттік. Енді бізге не керек? Бізге төлейтін карта керек. Енді картаны добавить етуді үйренеміз. Pinduodo'ға кіреміз. Осы жерді басамыз. Осы жерді басамыз. Сосын осы жерді басамыз. Менде карта добавить етіліп тұр. Каспий, халық барлығы болады. Сіздерде мынау тұрмайды да, тек мына қызыл сат тұрады. Осы жерде осы қызылды басамыз. Сіздерден 6 сандық код сұрайды. Егер сұрамаса, ары қарай жаза беріңіз, көрсетемін. Ең соңында сұрауы да мүмкін. Жалпы, егер 6 сандық код сұраса, өзіңіз ұмытпайтын бір код жазасыз. Ертең покупка жасағанда сайтта сол 6 сандық кодты жазасыз. Ұмытып қалмаңыз да, мен 1212 деп жазам көбіне. Осы жерден мына виза деген, MasterCard деген тұр, сіздерде шықпауы мүмкін бұл не? Сіздерде кәдімгі осындай список шығуы мүмкін. Ең астына түсеміз. Осы жерде мінеки ең астында 16 сан жазатын жер тұр. Не жер? Сол жерге картаның 16 сан жазамыз. Немесе мына фотоаппаратты басып картаны түсіріп аламыз да. Ол кезде автомат түрде жазылады. Менің срок өтіп кеткен картам бар, қазір соны жазамын. 51 69 49 71 89 11 57. Так, міне 16 сандық нөмір добавить еттік. Енді қызылды басам. Келесі окнода бізде мына жерге картада атын жаз деп тұр. Сол картада атымызды жазамыз. Латинскиймен жазылады көбінесе. Сосын мына жерге срокты жазамыз. Мына жерге картаның артындағы 3 санды жазамыз. Сосын қызылды басамыз. Болды. Сіздерде дәл осылай карта добавить етілу керек. Жаңа Каспийге сообщение келеді, тіркеген кезде не? 0 теңге деп, покупка 0 теңге деп Каспийден келеді сіздерде. Жалпы сол тіркелді деген сөз. Сосын бұл жерден шығып кетеміз. Енді біздер складтың адресін добавить еттік, картаны добавить еттік. Бізге енді товарды іздеп үйренуіміз керек. Керек товарымызды да. Соны іздеп үйренуіміз керек. Ол үшін Pinduodo'ға кіреміз. Кірген кезде міне ең жоғарысында поиск деген бар. Сол поискқа басамыз. Мысалы, маған куртка керек. Мен мына жерге поискқа жазамын. Жазған кезде бұл қытайша іздейді ғой бұл сайт, не? Біз қытайша білмейміз. Қытайша жазу үшін барлық соткада болады ол. Міне 3 точканы көрдіңіз ба? Соған басамыз. Бұл жерде аудару деген бар. Аударуға басамыз. Неге? Қазақ тілі және Қытай тілі деп шықты. Енді осы жерге куртка деп кәдімгі орысшамен жаза береміз. Куртка деп. Көрдіңіз ба? Міне қытайша шықты. Сосын осы қызылды басамыз. Қызылды басқан кезде міне бізде спортив көк басқа заттар шығып кетті. Куртка деп жаздық міне өзі. Куртка. Енді дұрыс болған сияқты. Міне спортивкілер шықты. Енді поиск дәл іздей қоймайды, жалпы шамалап іздей бересіздер ғой. Куртка шықты міне. Енді бізге бұл жерден сатып ала бермейміз любойында. Бұл жерді қараймыз біздер. Қазір көрсетсем қалай таңдау керек екенін. Міне, мына жерде ең астында көрдіңіз ба 10.000 продажа болған. 10B деп тұр ғой. Ол неде 509 деп тұр. Негізі мына 10B деген ең жақсысы ғой. Адамдар көп алған. Соған кіреміз. Кірген кезде мына жерде мінеки 1237 деп тұр. 1237 адам не салдырған.
отзыв қалдырған, короче. Көрдіңіз ба? Мінекей, мына живой фотолар. Мына жерде видеосы бар, барлығын үш жерден қарайсыз. Мынаны переводтап оқисыз. Не деп жатыр? Жақсы деп жатыр ма, жаман деп жатыр ма, качествосы жаман деп жатыр ма? Осының барлығын қарайсыз. Түсіндік қой? Ең арзанын алып сатып ала бермеңіздер. Қытайда мынандай 500 теңгелік 500 теңге қылып та шығарып келе алады, бірақ оның качествосы өте жаман болады. Сол үшін ең арзан курткаға бүйтіп жүгіре бермеңіз. Қымбат болған сайын жалпы сапасы жақсы болады. Так, сонымен куртка деп іздедік. Екінші іздеу түрін айтайын. Так, біз жаңа немен іздедік қой? Жазумен. Енді фотомен іздейтін боламыз. Windows'ға кіреміз. Мына жерде фотоаппараттың суреттер көрдіңіз ба? Сол фотоаппаратты басамыз. Сосын мына жерде галерея бар, мінекей. Осы галереядан жаңа керек фотоңызды басасыз. Не, фотомен іздеу осылай болады. Осылай болады. Фотомен іздедік, жазып іздедік. Жалпы енді сатып алайық та бірдеңе. Бірдеңе сатып алайық енді. Жаңа куртканы жазайық, мысалы. Куртка. Бұл жерде тағы бір нелер бар, таңдайтын заттар, не? Мына жерде мінекей. Астында жазуларды көрдіңіз ба? Мына ең біріншісін бассақ, бұл ең көп сатылған заттар, ең жақсы заттар былай айтқанда. Мінекей. 10 мың, 10 мың, 5 мың, 10 мың. Ал мынаны бассақ, бұл цена. Көрдіңіз ба? Ең арзанын іздеп жатыр. Ең арзаннан бастап қымбаттай береді. Тағы бір басып жіберсеңіз, ең қымбатынан бастап арзандай береді. Ал мынау, бұл бренд курткалар. Бұл бренд курткалар. Мына шетінен жазып бассаңдар, өзі әртүрлі қытайский брендтер шыға береді. Playboy дейді, анау мынау, короче. Өздеріңіз қарайсыздар, асықпай. Так, осымен біреуін заказ етіп көрейік. Бүйтеміз. Осы суретке басамыз. Бұл жерде екі цена тұр. Біреу, екеу. Мынау, мен қазір мынаны бассам, сразу продавец кетеді ол. Неге? Обработка кетеді. Ал мынаны бассам, ол қасына адам күтеді. Мына адам қазір күтіп отыр. Мынаны басқан адам үш жерге түседі. Қасына адам күтеді. Пиндоның бір артықшылығы, бұда совместный покупка дейді ғой. Сол, көп адам болса арзан бола береді да. Мынау қасына бір адам болса, 19-дан береді. Өзің алам десең 55 болады. Бұда біреумен алам дегенде екіге бөліп аламыз деген емес. Просто мысалы көп сатылған сайын сен арзандайды да бұда. Сол үшін бұлар сондай не кіргізіп қойған ғой. Так, бұл жерді сатып алатын болсақ, мынаумен басқан дұрыс. Үш жерден. Адаммен қосылып алған. Ешкім жоқ болса, мынаны баса беріңіз. Жалпы адам болса, мына жерде сразу осыны басасыз. Осыны басқан кезде міне размер таңда деп тұр. Мына оттың суреті тұр ғой, бұлар ең көп сатылғандар. Осының біреуін таңдаймыз, астында размер таңдаймыз. Любой размер таңдаймыз. Сосын да қызылды басамыз. Көрдіңіз ба, бізде қазір төлем паролін сұрап тұр. Мана бір карта давать еткенде 6-сын давать еттік қой, соны сұрап тұр. Осы жерге соны жазамыз да. Сосын бізден картаның артында 3 санды сұрап тұр. Соны жазамыз. Сосын қызылды басамыз. Қызылды басқан кезде сізде сразу бүгінгі курспен Каспийден ұстап қалады. Ақшаңызды, сообщение болып келеді жалпы. Сосын осы қызылды басамыз. Сізде сразу покупка жасалады. Қазір мен басып қарайын да ма? Бұл куртканы алмай қой, мен арзандау бірдеңе заказ етейін да. Маған ол керек емес та өткен.
Мына жерде міне 9-да 9 юаньдық заттар бар. Соны заказ етемін қазір. Мысалы, мынаны заказ етейік. Мына жерде қызыл тұр, сосын розовый тұр. Міне көрдіңіз бе? Адамдар тұр мына жерде, күтіп отыр адамдар. Осыны любойына баса қоямыз. Мына жерде наборын таңда деп, мына огонь тұр ғой, ол ең көп сатылғандар. Соны басамыз, қызылды басамыз. Төлем паролін жазамыз. Картаның артындағы кодты жазамыз. Қызылды басамыз. Менде 5 юань сразу ұстап қалды, көрдіңіз ба? 5 юань ұстап қалды. Болды, біз покупка жасадық. Ол біздің тіркеген адресімізге кетті. Мына сағатты көрдіңіз ба? Осы жерге түседі жаңағы покупка жасағанда. Осы жерге түседі. Осыған басып қарай бересіз, мінекей. Одан кейін ол мына грузовикке түседі. Мына продавец жібергесін уже жолға түседі. Жолға түскенде мына ортасын бассаңыз, қай жерде екені көрінеді бұл. Көбісі ойлайды, бұл Қазақстандағы нені көрсетеді. Жоқ, бұл Қытайдың іші тек. Мына продавецтен складқа дейінгі нені көрсетеді. Сосын бұл жерде маңызды зат, әр товардың тірек коды болады. Мінекей осы. Осы тірек коды скопировать ету үшін мынаны басамыз. Ертең сіздің карголарыңыз сұрауы мүмкін, тірек кодыңды жібер деп та. Мысалы, мына товарым қайда деп сұрайсыз ғой. Сол кезде тірек кодыңды жібер дейді. Немесе басқа карголарда сайттар болады. Сол сайтқа тірек код тіркеу керек болады. Сол кезде сіз білуіңіз керек. Мысалы, міне товарға кіресіз, міне. Товарыңыз осы жолда да. Соған басасыз да, мына ортасын басасыз. Осыны міне мынау тірек код деген. Осыны копировать етіп аласыз. Болды, сайтқа енгізесіз, или каргоның несіне жібересіз, әйтеуір өзіңіз қарайсыз. Жалпы бұны білуіңіз керексіз. Мына жасыл складқа барған күні 03.16. Мына заказ берген күні 03.14. Түсіндік қой да? Біз жаңа заказ бердік, оны жіберген жоқ әлі, көрдіңіз бе? Сағатта тұр. Бұны енді жіберген жоқ. Так, заказ еттік, да? Заказ етіп үйрендік. Товар іздеуді үйрендік. Картаны добавить еттік. Қытайда склад добавить еттік. Енді бізге тағы бір-екі зат керек болады. Жалпы осымен бітті негізі да. Осымен товарыңыз келе береді сізге. Тағы мен бір нелерді көрсетіп кетейін. Мысалы, біздер алғымыз келмей қалады, бір товар заказ бердік, или басқа цветін беріп қойдық, білмей қалдық. Возврат жасау деген бар. Сол возврат жасауды үйретіп жіберейін қазір да. Мысалы, мына біріншісі бұл төлем күтіп отырған товарлар. Біз жаңа біреуін басып назад шығып кеттік қой, білесіз бе? Арзандау зат заказ берем деп. Сол мына төленбей қалды да, мына жерге түсті ол жаңа. Мінекей мына спортивка, мына төлемей шығып кеттік қой, арзандауын аламын көрейік деп. Осы спортивка. Мынау қазір төлем күтіп отыр. Бұны возврат жасау үшін мынаны басамыз. Отменить ету үшін да. Сосын ең соң астындағын басамыз. Мына причиналар ғой. Мен өзім другое деген бар. Осы другое дегенді басам. Осы қызылды басамыз. Болды. Мынау отменить етілді, көрдіңіз ба? Енді мына жерде тұрғанда қалай отмена жасаймыз. Бұл жаңа біз сатып алдық қой мынаны. Ақшасын төледік. Енді мысалы ұнамай қалды. Маған ұнамай қалды. Ол кезде мына ортаны басамыз. Жоқ, ортамыз. Мына шетін басамыз. Міне жерде причинасын жаз деп тұр. Не үшін? Возврат жасағым келіп тұр. Осы жерге қытайша бірден жаза қоясыздар. Манағыдай аударып ше. Не хочу деп, білмеймін. Не хочу деп. Сосын қызылды басамыз. Бізде міне жерден тағы причина сұрап тұр. Қазір мен бір көрсетіп жіберейін шамамен да, не деп жазылып тұр. Скриншот жасаймыз. Мынандай Google объективте не бар? Перевод жасауды көрсетпеппін ғой. Барлық соткеде мынандай Google объектив деген бар. Сол арқылы перевод жасай бересіздер. Жаңа мен скриншот жасадым ғой.
сосын осы объективке кіреміз, сосын міне жаңа фотоға басамыз, сосын міне астында перевод деген бар, переводты басамыз. Другие причины распродано, неиспользованы скидки, адрес составки неверный дейді. Мысалы қателесіп адрес басқа адреске жіберіп қойған кезде да өстіп возврат жасайсыздар. Көрдіңіз ба? Больше не хочу дейді. Жалпы осы жерден біреуін таңдайсыз ғой. Больше не хочу дейді, басайық. Больше не хочу деген бастық. Бізге сообщение келді ана жерде. Қызылды басамыз. Болды. Біздің товарымыз возврат жасалды. Оның ақшасы негізі түсу керек сразу. 24 сағаттың ішінде түседі. Түсіндік қой да. Возврат жасауды түсіндік. Міне сағаттан жоқ болып кетті, көрдіңіз бе? Міне жатыр еді бір товар. Сол жоқ болып кетті. Енді ақша түсуін күтеміз, болды. Так, сосын мына жұлдызшаны да түсіндіріп кетейін. Бұл не екен? Бұл жұлдызшада мына товарлар бар ғой. Товарлар 14 күннен кейін осы жерге түседі. Бұл деген подтвердить деген ғой. Мына жұлдызша қоясын. Қалай товар қандай деген сияқты ғой. Бұны вообще баспай қойсаңыздар ғой, бұл өзі автомат түрде басыла береді. Сосын тағы бір үйретіп кететін зат, бұда корзина деген зат жоқ. Мысалы Taobao нелерде барлық затты корзинаға салып бір оплата жасайтын зат бар. Бұл Pinduo'да да ондай зат жоқ. Бірақ бұда мындай зат бар. Жүректі көрдіңіз ба? Мысалы міне товар іздеп жатырса, мынаны мен ұнап қалды. Мына жүректі көрдіңіз ба? Осы жүректі басамыз. Сосын тағы бір товар ұнап қалды. Мысалы бұл да жүректі басамыз. Енді бұл товарлар жаңағы мынаның ішіне түсті. Осының ішінде тұрады бұл товарлар. Ұнаған товарлар не? Осы жерден покупка жасай берсеңіздер болады, үстіне басып. Манағыдайша адамдармен қосылып ала беріңіздер постоянно. Сол басқа үйрететін не бар? Сосын каргоны қаяқтан алатынбыз. Оны үйреттім ода. Маған WhatsApp-қа жазасыздар. Мен сізге карго компанияларының списогын жіберетін боламын. Сол списоктан қарап, өзіңізге ұнаған каргоға жазасыз. И ол сізге Қытайдың адресін береді. Сол басқа үйренетін дым жоқ. Көрдіңіз ғой. Ол товар қалай келеді деп айтуыңыз мүмкін. Жаңа заказ берген товарыңыз бірінші Қытайдағы складқа барады. Сосын карго компанияңыз сол складтан Қазақстанға алып келеді. Сізді обязательно группаларына қосып қояды, сол жерде айтып отырады, осындай товар келді, осы числоның товарлары келді деп. Сайты барлар сайтында айтып отырады. Ар жағын енді каргоның өзі айтады. Жалпы осы регистрация жасадық, складтың адресін добавить еттік, картаны добавить еттік, покупка жасадық, барлығын үйрендік. Осылай енді жайлап заказ бере беріңіздер. Каналға тіркеліңіздер міндетті түрде. Басқа да күшті жақсы видеолар шығарып тұрамын. WhatsApp-қа жазыңыздар, сұрақтар болса комментарийге жазыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Осы комментарийде нөмірімді қалдырып кетемін. Ал жақсы, ассаламу алейкум. Сау болыңыздар.